Баршаңызға сәлем. Бүгін мен таңғы асқа өте пайдалы жүгері ботқасын дайындадым. Өте дәмді әрі нәзік болып шықты. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жүгері ботқасын таза суға салып, дұрыстап тазалап аламыз. Табаға су құйып, пешке қоямыз. Дәміне қарай тұз және қант саламыз. Кішкене ғана сары май саламыз. Суымыз қайнап бастағанда жүгері жармасын толықтай саламыз. Бірден пештің астын азайтып, жай отта араластырып тұрып қайнатамыз. Суы толықтай тартылғанша міндетті түрде араластырып тұрамыз. 10 минуттай уақытта су толықтай сіңеді. Сол уақытта үстіне жылы сүт құямыз. Ботқаның асты жабысып қалмас үшін жиі-жиі үздіксіз араластырып тұру қажет. Ботқаны толық 25-30 минуттай қайнатамыз. Және де өте баяу отта қайнауы міндетті. Өте дәмді таңғы асымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сымбат, сау болыңыздар.